Аларымыз насылдың сол баяғы қараңғылық, сол баяғы түсінбеушілік, сол баяғы сауатсыздық. Бәріміз де пікір жазамыз, өз ойымызды жазамыз. Әдеттегідей өз ойымды жазғам. Қазір кім болды фамилиясы? Есентаева болды, Алагөзова болды, Мақсатқызы болды. Кім қазір не деп айтам, сол кісіні әйтеуір Баян деген кісі бар ғой, қыздарды өлең айтқызып, шоу-бизнесте жүрген. Сол кісі бір кино түсіріпті, жауап бер деген күшті тақырыптар қозғалған. Енді көруге жарарлық, бірақ мына нәрсені айта кетейін, сол қызықта деген осы тиктокта қарасаңыздар, телеграмға жібереді киноларды. Осы отандық Қазақстанда түсіріп жатқан орыс тілді болсын, қазақ тілді болсын кинолар қазір соңғы замандағы, соңғы уақыттағы кинолар 99% араб құлдар мен орыс құлдар. Енді шынайы көрсетеді режиссерлар, енді осы өмір ғой кәдімгі. Соған кірген мен де қызығам, мен де осы жаңа заманауи, мен де осы отандық, өйткені шын айтсам, мысалға Таптым-ау сеніге біз билет таба алмадық. Мен сол барғым келген сол кинолар, одан кейін басқа да қай кинолар, мен білмеймін қалай сіздер тикетоннан да қарап отырмын, түк билет ала алмайсың, анан орындардың бәрін сатып жібереді. Өте қызық, өйткені әсіресе қазақ тілді контент өте қызық. Кәдімгі анау бір сиқыр сияқты, қазақ тілі өзі сондай ғажап, құлағын құрышы қанып, кәдімгідей білмеймін, ғажаптағы түрлері әдемі, сондай өзіңнің қазағыңды көргенде режиссерларға үлкен алғыс білдіремін. Сол жерге жазғам ғой, шын мәнінде араб құлдар мен орыс құлдық. Ашығы, ол бір бұлапыт, ол бір жаман нәрсе емес, ашық нәрсе. Соған бір араб құлдың хатуны маған жазыпты. Мен араб құлды ол жерде көрген жоқпын. Мен жаздым, енді әрине сен көрмейсің, өйткені сен өзің араб құлсың ғой. Дұрыс қой, енді өзің қалай көреді ол? Біз өзіміздің қателіктерімізді ешқашан көрмейміз, біреу бізге бүйтіп көзімізге шықмаса. Сөйтсем, енді жасыңа қарай сөйлемейсің ба дейді. Мен айтпасам кім айтады оны саған? Сіздерге мысалға, мен айтпасам, басқа да жұрттар айтпаса, кім айтады сіздерге? Одан кейін мен мына нәрсе айтқым келеді араб құлдарға. Сіздер егер сол ислам религиясында болсаңыздар, сіздер соны қалайсыздар ма, қаламайсыздар ма, сіздер бәрі араб құлсыздар. Өйткені сіз құлшылықта жүрсіз ғой. Оған не үшін ренжисіздер, мен түсінбеймін.